Саламатсыздар, бүгінгі сабақта сіздермен PHP тіліндегі date және time функцияларын қарастырамыз. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Бұл жерде саған керек, яғни сайт құруға қажетті барлық тілдерді көре аласың. Сонымен бізге уақытты шығару үшін each функциясын қолданамыз. Each функцияның ішіне time функциясы қажет, және де осы time деген бізге уақытты шығарып береді. Нүкте br тегін қолданайық. Сақтаймыз. Обновить етіп көретін болсақ, қараңыздар, бізге бүгінгі уақытты минут арқылы шығарып береді. Және де осы жерде бізде microtime деген функция бар. Соны қолдансаңыздар болады. Ол үшін міндетті түрде each функциясын қолданамыз, яғни экранға шығару microtime нүктелі үтір. Сақтайық. Обновить етіп көретін болсақ, бұл жерде мінекей microtime енді кішкентай бөліктерге бөледі. Миллисекундтарға осындай түрде сіздер экранда көре аласыздар. Бұл жерде енді уақытты шығардық. Бізге енді күнді шығару үшін тағы да each сөзі және де date функциясын жазамыз. Форматы керек бұл жерде. Форматына біз жазайық осындай түрде. Сызықша M, D және де уақыттың көрсетсін. H, I, S дегенді. Мінекей осылай сақтаймыз. Обновить етіп көретін болсақ, бізге мінекей бүгінгі күнді уақытты шығарып тұр. Енді бұл жерде бізге үстіне жақындап қалғандықтан br тегін қолданайық ол жерге де бірге жабысып қалмау үшін. Мінекей сақтаймыз. Обновить етіп көретін болсақ, 2021 жыл, яғни 7 ай 30 және бүгінгі уақытты көрсетіп тұрады. Қараңыздар, бұл жерде енді датаны қандай мезгілде жазуға болатыны жайлы сілтемені сіздерге қалдырамын. Форматтарын, мысалы, сіздер әртүрлі форматта жаза аласыздар. Бүкіл форматты мінекей php.net сайттан көре аласыздар. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.